отыра қояйын. Тақтаға назар саламыз. Нұрболсын Жантөре инновативдар бағлан бір топқа отырамыз. Жарайсың. Келесі Тортай деген молдадан дәріс алған жылы қай жыл? Келе ғой, тез. Келе ғой. Ақшылдыққа бауылған Мұқан молда қай жылы Мұқан молда қай жылы оқытты? Отыра ғой. Келе ғой Нұржан. Баянауылдағы медреседе қай жылы оқыды? Жарайсың Нұржан. Келе ғой. Баянауылдағы медреседе. Келе ғой. Өлеңмен танысатын боламыз. Тақтадағы бейне жазбаға назар салайық. Болды. Дұрыстап отыр. Аттанды қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болған. Қараңғылықтың көгіне күн болмағанда күн болған. Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Еңбек бейнет тарауа, рахатқа сарқылар. Қыздырып күннің қарауа, надандық теңізі артылар. Орны отайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер. Тұрмыс тағдыр бірде, бұл мақсаттан тұралмас. Қаһарман күрескен әлі де, ұран деп жолда тұралмас. Салынған жардың күлісі алдандырмас бірісі. Тамаша. Өлең мазмұнымен таныссақ, енді балалар қазір біздер осы өлең мазмұны бойынша қазір алғашқы тапсырмамыз топтық тапсырма. Ең бірінші зерттеушілер тобы сіздерде тұлғаның портреті деп аталатын тапсырма. Сіздер оқушылар өлең жолдарына сүйене отырып сұрақтарға жауап бересіздер. Яғни лирикалық кейіпкердің бейнесін жасау керексіздер. Кейіпкер неден қорқады, неге сенімді, оның басты мақсаты не деген сұрақтарға жауап бересіздер. Сіздер уақытқа байланыс деп аталады тапсырмаларымыз. 20-21 ғасырдағы кейіпкерлерді бүгінгі адам бейнесімен интеллектуалды ұлт өкілін салыстыра суреттеп шығасыздар. Түсіндік қой тапсырманы? Жақсы. Бірінші топтан кім шығады? Келе ғой. Балалар болмаймыз. Апай, Бірінші топ зерттеушілер тобы бізге берілген тапсырма тұлғалық портреті деп аталады. Оқушылар өлең жолдарына сүйене отырып, сұрақтарға жауап беру арқылы лирикалық кейіпкердің бейнесін жасау керек. Бірінші сұрақ: кейіпкер неден қорқады? Кейіпкер принциптен осы өмір сүргізетін елдің дамуына үлес қоспай-ақ ықпал қоюдан қорқады. Келесі сұрақ: кейіпкер неге сенімді? Автор өз күшіне, ақылына, біліміне сенімді, білім
арқылы адам көзіне алға жетелейді деп сенім білдіреді. Өлең басты мақсат автордың басты мақсаты нағыз адам болу, білім алу, халқына қызмет ету, елдің болашағына үлеске қосу. Жақсы, аяқтадық па? Екінші топ келе Бұл тапсырма мақсаты адам болу жолындағы кедергілер мен жетістіктерін басқалар жоғарғы басқаларда. Білімге ұмтылу, ғылым еңбек ету, елге қызмет ету, саналы тұлға болу. Адамдық ескі әдеттер, жалғау, білімсіздік, ертек. Яғни, жоғарғы баспалдақтарды біздер не деп алсақ? Жері деп алсақ, төменгі баспалдақтарды кедергілер деп алдық, иә? Тамаша, жарайсыздар, отыра қойыңыздар. Үшінші топтағы бізге берген тапсырма уақыт байланысы. Бұл тапсырмада біз 20-шы ғасыр мен 21-ші ғасырдағы Сұлтан-Махмұт армандаған адам бейнесі мен бүгінгі интеллектуалды ұлт өкілінің ұқсастығын табу керекпіз. 20-шы ғасырдағы білімді саналы мазмұн болашағына адам. Ол сенімнің болашағына ойлап, өзін өмірге шақырды. Ал 21-ші ғасырдағы адам Бұл заманның ағысына сай жаңа білім меңгереміз. олардың екеуінде ұқсастығы білімге ұмтылыс, рухани адамгершілік құндылықтар екеуі де қоғамға өз күшін үлесін қосқан тұлғалар. Бойынша әр тапсырмада біздер тесттен бір байланыс алып жіберейік, иә? Егер де сұрағымыз түсінген болсаңыздар, кітаптың қай жерін көрсетеміз? Атын істеміз, иә? Сұрағым бар болса, кітапты ашып өтеміз. Сұрағымыз жоқ, сұрағым бар түсінген жоқпын, мүлдем бұл тапсырманы орындауда қиындық тудырды десеңіздер, кітапты бетіндегі алдыңғы жағын қағазын көрсетеміз. Кәнекей, тамаша, барлығымыз ешқандай кедергі қиындық болмаған екенін көріп тұрмыз. Жақсы. Келесі тапсырма балалар, орындық тапсырма. Бұл жерде жұптар білесіздер. Не істейді? Яғни бірінші жұп және екінші жұп болып, жіктеушілер тобы. Бірінші жұп бізде өлеңдегі кейіпкердің мақсаты мен ниеті туралы 3 сұрақ дайындайды. Екінші жұп өлең мәтініндегі бейнені ашатын 3 негізгі мінез құлқын қалып жазады. Түсіндік қой, екі-екіден жұптаса қойыңыздар, иә? Екінші топ, яғни білімге, ғылымға қатысты айтқан үзінділерін теріп жазасыздар. Бірінші жұп. Екінші жұп өлең үзінділерінде кейіпкердің қандай адам екенін көрсетеді деген сұрақ төңірегінде өз пікірлеріңізді жазасыздар. Екінші жұп кейіпкердің қоғамдағы орны мен халық алдындағы парызын айқындайтын сөздерді табамыз өлеңнен. Екінші жұп кейіпкердің адам болу арқылы елге тигізер пайдасын, яғни болашақ бейнесін сипаттап жазып шығасыздар, иә? Жұптаса қойыңыздар, әр топ. Топ мүшелері бір-бірімен жұптасады. Енді мүшелері Нұрболсын мен Адина шықты оқи қойыңдар. Бірінші жұп. Өлеңдегі кейіпкердің мақсатын ниеті туралы үш сұрақ. Бірінші сұрақ ішін еңбек етуге не туралы. Екінші сұрақ елін қорғауға қандай мақсатпен барды. Үшінші сұрақ өлеңдегі кейіпкерге ниеті болды. Тамаша. Екінші жұп мүшесі өлең мәтініндегі бейнені ашатын 3 негізгі мінез құлқын жазу керек дедіңіз. Өлеңде автор еңбектегі мақсатшыл адам бейнесін көрсетеді. Шәкірт өз болашағы үшін жауапкершілікті алуы қажет екенін айтылады. Автор жалқаулықты қатты сынап, оны адамды кері тартатын қасиет ретінде көрсетілді. Жақсы, тамаша, жарайсыздар, отыра қойыңыздар. Бірінші мүшесі өлеңден автордың білімге, ғылымға қатысты айтқан үзінділерін теріп жазу керек еді. Жауап бере қойыңыз. Еңбек бейнет тарауға рахмет асаққор қыздырып
Үшінші бізде автордың адам болу арқылы елге тигізген пайдасын сипаттап айту керек. жұптың екінші мүшесі кейіпкер адам болу кейіпкер адам болу арқылы елге тигізген пайдасы зор. Ол білім алып, саналы тұлға ретінде қалыптасу арқылы қоғамның дамуына үлес қосады. Болашақта мұндай адамдар елін өркениетін, интеллектуалды ұлттың негізін қалайтын әділ де парасатты азамат ретінде сипатталады. Тамаша, жарайсыз, отыра қойыңдар. Сұрақтар біздер тамаша, сәулеге қоямыз. 9 балл. Каусарға қоямыз. 10 балл ғибратқа қоямыз. Тапсырмалар орындау барысында сіздерге қиындық туды ма? Қандай сұрақтарыңыз бар? Немесе мүлдем түсінген жоқпын деген пікірлеріңізді білу үшін мына кері байланыста жүзеге асырайық. Бірінші түсіндім. Манағыдай